Саламатсыз ба, 6 сынып оқушысы. Егер сен НИШ және ПЕЛ емтихандарына дайындалып жүрсең, мен каналыма тіркеліп, күнделікті сабақтарды көре аласың. Яғни НИШ емтиханына келетін мына сандық сипаттамадан мына есепті көрейік. А қатары, Б қатары дейді. Сандық сипаттамада жалпы қайсы үлкен, сол вариантты белгілейміз. Екеуін салыстырамыз. А қатары -13 және -18 дейді. Қосындысын тап дейді. Яғни А -13 қосу -18. Ал Б қатары -11, жақша кереміз. -11 қосу -14 дейді. Тең. -13-ке -18 екі санның алды теріс болса, онда оны қосқан кезде алдына минус таңбасын қойып, екеуін қосамыз. Сонда 13-ке 18 қоссақ 31, -31. Келесі, екіншісі де дәл солай. Минусын қоямыз, екеуін бір-біріне қосамыз. 11-ге 14-ті қоссақ 25 болады. Енді -31 мен -25-ті салыстырамыз. Әрине -25 үлкен. Яғни Б қатары үлкен екен. Мынада да. Сондықтан жауабы Б варианты Б қатары болады екен.